біртұтас терминдердің жүйелену тарихына көз жіберсек, кешегі Ахмет Байтұрсынды бастаған ұлт зиялыларының еңбектеріне барып табан тіреміз. Сол кезеңде тілдің өткен тарихыменен сөз жасамақ жүйесіндегі ерекшеліктер басшылыққа алына отырып көптеген терминдер жасалды. Сол терминдердің соншалықты қарапайымдылық, сонымен қатар тереңділігі, тілге оралымдылығына қарап отырған кезде бүгінгі таңда да сол үлгіменен көптеген сөздерді, терминдерді жасауға болатынына көзім жетеді. Бұл тілдің дәстүрлі жүйесі бойынша қалыптасқандықтан, жасағандықтан бұл терминдер тілімізге сіңісті болды. Әрине, бұл терминдердің басында ахаң бастаған қазақтың ұлт зиялыларының ұлттық тілдің қайнарынан тереңдеп сусындағаны көрінеді. Сол тілдің бар мүмкіндігін термин жасауда пайдаланғаны көрінеді. Екіншіден, ол кезеңде жалпы қоғамдағы көзқарас тілге деген қазіргідей өзге тілдердің ықпалына ұшырамаған біртұтас өзінің байырғы болмысын сақтап отырған болатын. Енді сол кездегі терминдерге қарайтын болсақ, зат есім, сын есім, сан есім, есімдік, етістік, етіс, одағай, шылау, үстеу деген сөздерді алып қарайтын болсақ, мағынасына қарасақ, онан бұрынғы кезеңде бұл сөздер күнделікті қарапайым қолданыстағы ауызекі тілдегі сөздер жаңа ғасырдың, жаңа заманның талаптарына сәйкестендіріліп, жаңадан терминдерге айналған болатын. Міне, ұлттық тілдің мүмкіндігін термин жасамда тереңірек барынша пайдалану деген кезде осындай бағанағы мысалдарды біз алдымызға өнеге үлгі ретінде ұстанатынымыз рас. Енді тіл білімінің ономастика деген бір саласы бар. Осы саладағы терминдерге қысқаша тоқтала кетуді жөн көріп отырмыз. Ономастика грек тілінен аударғанда атау беру өнер деген мағына білдіреді екен. Атау беру өнерінің өзі қазіргі қазақ терминологиялық жүйесі тұрғысынан алған кезде көптеген атауларға бағанағы зәру болып отырғанын біз білеміз. Осы ономастиканың бір саласы кісі есімдеріне қатысты ғана бір мәселелерге тоқталатын болсақ, мынандай ұғым түсініктерді біз басшылыққа алуымыз керек сияқты көрінеді. Белгілі бір салада терминдерді жасау үшін бұл бұрынғы байырғы қазақтың ұғымында бұл болды ма, жоқ әлде болған жоқ па деген. Ал енді антропонимика тұрғысынан алып қараған кезде кісі есімдері қазақ тарихында жан-жақты болғанын, әрі түрлі бағыттарының болғанын, оның жасалуының түрлі ерекшеліктері болғанын біз жақсы білеміз. Осы тұрғыдан келген кезде біз европалық терминдерді тілімізге аударып алуымыз қажет па, жоқ әлде өзіміздің байырғы терминдерімізді ұсынуымыз керек па деген сұрақ туындайды. Ең бірінші жиынтық атау ретінде антропонимге тоқталып көрейік. Антропоним көне грек тілінде антропо адам, және онома бұл есім деген мағына, яғни кісі есімі деген мағына береді. Осы есімнің, осы терминнің тарихына көз жіберіп этимологиясына қарасақ, кісі есімі деген сөзді тікелей аударып алуға болар еді. Бірақ бұл жердегі бір қиындық, антропоним термині дами келе бұл аясына көптеген ұғым түсініктерді жинақтап, соныменен біртұтас жинақтауыш атауға айналып кеткенін көреміз. Мысалы, антропонимді кісі есімі немесе кісі аты деп аударып алатын болсақ, антропоним термин ретінде алған кезде оның аясында кісі есімі, әкесінің аты, фамилиясы, лақап аты, оның қоғамдағы орны, осы және көркем әдебиеттегі, көркем шығармалардағы есімдер, ресми есімдер, бейресми есімдер баршасы осы антропонимдер аясында қарастырылады. Ал енді кісі есімі деген сөзді термин ретінде қабылдап алар болсақ, онда ол кісі есімі әкесінің аты, тегі оның аясына кірмей қалады екен. Ал енді осы жерде фамилия деген ұғымға қатысты бір талдаулар жасап көрейік. Фамилия, семья, қазіргі біздің
тіл тарихында, дәстүрлі қазақ тарихындағы ұғым түсініктер атау тұрғысынан келген кезде фамилия деген термин ру деген терминге сәйкес келеді екен. Шежіре тұрғысынан алып қарайтын болсақ, шежіредегі ру біздің атамыз, арғы бабамыз болып келеді екен. Бұл да кісі есімі болып табылады. Сонда қарайтын болсақ, этноним деген термин шығады осы жерден. Сонда фамилия европалық ұғым тұрғысынан қараған кезде антропонимдердің аясына кіреді, ал біздің қазақтың ұлттық ұғымы тұрғысынан алып қараған кезде бұл ру ретінде этнонимнің ішіне кіреді екен. Этноним зерттейтін тіл білімінің саласы бұл этнонимика деп аталады. Этноним терминінің өзін сонда европалықтар ұғымында біртүрлі мағына беретін болса, біздің ұғымымыздағы, ұлттық байырғы ұғымымыздағы мағынасы өзінше бөлек, өте үлкен мазмұнға ие екен. Ал енді дәстүрлі шежіренің жүйесі тұрғысынан алып қараған кезде этноним термині адамның ұлт тарихындағы орны, қоғам тарихындағы орны және отбасындағы орнын айқындап беріп отырады екен. Олай дейтініміз шежіре ол әрі аңыз, әрі қоғамдағы отбасының орнын көрсететін ауызша тарихымыз болып табылады. Оның бір жағы этнография ғылыммен тікелей байланыс жатады. Міне осы тұрғыдан келген кезде сол халықаралық термин деп отырған көптеген терминдерді мағыналық жағынан келген кезде тереңірек талдап, саралап, оны кейінгі мына қолданушыларға дұрыс түсінігін беру алдымызда тұрған үлкен міндеттердің бірі екен. Енді ру терминінің фамилия ретіндегі қолданысына бір тоқтала кететін болсақ, мысалы біздің тарихымызда Қаракерей, Қабанбай, Қанжығал, Бөгенбай, Шапырашты, Наурызбай деген батырлардың есімдері бар. Оған руы соның атасы ретінде фамилияның қызметін атқарып тұр екен. Сол сияқты оның әрірек баратын болсақ, Мұхаммед Қайдар Дулати, оның ар жағында Қадырғали, Жалайыр есімдеріне қарасаңыздар, руы фамилияның қызметін атқарып тұрғанын көреміз. Ал енді терминдердің құрамына топтасуы бойынша алсақ, фамилия антропонимдер аясына, ру аттары этнонимдерге келеді деген. Айналып келгенде өзгеріске ұшыраған, соқ көріп отырған өзіміздің тіліміз болып табылады екен. Енді біздің байырғы жүйеміз әрине бүгінде қолданылмайды. Осыған байланысты терминологиялық жүйеде де осындай үлкен өзгерістер болып отырғанын біз енді мойындауымыз керек. Енді қазақтың ру тайпаттарына, шежіре материалдарына және 18-19 ғасырлардағы белгілі зерттеушілердің мәліметтеріне қарағанда, этнонимдердің көпшілігі бұл кісі есімдерінен жасалғаны көрініп отыр екен. Кісі аттары әуелгі баста ата атына, жеті атадан соң ру атына айналады. Жеті атамыздың ар жағы ру болып кетеді. Сонда ата, ру деген сөздердің өзі де байырғы қоғамымызда белгілі дәрежеде термин қызметін атқаратынын көріп отырмыз. Антропонимдерге қатысты біршама ұғым түсініктердің тілімізге сырттан енгені белгілі. Қазіргі кезде фамилияның орнына біз тегі деген сөзді қолданып жүрміз. Біздің жеке көлігімізде фамилияның орнына тегі деген сөз қазақшасында көрсетіліп тұр. Бірақ енді күнделікті қолданысты алған кезде фамилияның орнын тегі деген сөз үнемі ауыстыруға келе бермейтін көреміз. Мысалға, тегін кім деген кезде ол тегі деп фамилиясын сұрап тұрма, жоқ әлде оның шығу тегін сұрап тұрма, осы жерде кішкене түсініксіздік туындайды. Екінші бір айта кететін нәрсе, анау орыс тілінен аударған девичий фамилия, қыз күніндегі фамилиясы және күйеуінің фамилиясы деген ұғым бар. Бұл тұрғыдан келген кезде адамның тегі деген сөз ол ешқашан өзгермейді. Ол қыз баланың тегі өзгермейді. Осындай бір сәттерге келген кезде, осындай бір ұғым түсініктер аясында қарастырған кезде тегі мен фамилияның арасындағы бағанағы айырмашылық
байқалып қалады екен. Сонымен бірге қазіргі кезде оф деген бағанағы фамилия жұрнағының орнына тегі деген терминді қолданып жүргенімізді білеміз. Енді мұның бәрі нені көрсетеді? Байырғы дәстүрлі жүйемізден алшақтап, өмір сүрудің жаңа бір жүйесіне, қоғамдық қатынастардың жаңа бір сатысына көтерілгенімізді көрсетеді. Біз әрине өткен күндерге бара алмаймыз, бірақ дегенмен біз байырғы болмысымызда, байырғы тарихымызда, тілімізде, дәстүрімізде бар құндылықтарды сақтауға әрекет жасауымыз керек. Енді антропонимдердің аясында кісі аты, әкесінің аты, тегі, лақап аты, бүркеншік аты, жасырын аты, қосымша ат, сол сияқты андроним, гинеконим деген сияқты, патроним деген сияқты терминдер қолданылады екен. Осылардың патроним, гинеконим, андроним деген сияқты терминдер болмаса, қалғанның бәрі қазақ тіліне аударылып алынған. Адамның өз аты және лақап аты болатыны байырғы дәстүрімізде бар. Ал енді бүркеншік, жасырын аттар деген термин бұл біздің тілімізде болмаған. Осыны біз аударып алған екенбіз. Антропонимдер қазіргі кезде кісі есімі деген сөзбен жарыса қолданылып жүр. Ілгерде атап өткеніміздей, қамту аясы жағынан жалпылық сипатқа ие түрлі ұғым түсініктерді бойына жинақтайды. Сонымен қатар осы сөзден жасалып, тілімізде қолданылып жүрген антропонимия, антропонимика, антропонимдік, антропоним жасам тағы басқа секілді терминдер бар. Бұл терминдер арқылы түрлі тіркестер жасалады. Антропонимиялық жүйе, антропонимиялық құбылыс, антропонимдік анкета, антропонимдік термин, антропонимдік жұрнақ секілді терминдер осының көрінісі екен. Бұл тіркесті терминдер болып табылады. Енді ұлттық тілдің мүддесі үшін осы атауларды қазақ тіліне аудару немесе бейімделу мәселесі қалай шешіледі дейтін сұрақ қоюға құқымыз бар секілді. Қазақ ономастикасының білгірі Жанұзақов осы сала бойынша қазақ есімдерінің тарихы деген еңбек жазып шықты. Бірақ осы монографияның ішінде қазақ есімдерінің мен қатар фамилиясының, тегінің, ілгерде айтып кеткен лақап есімдердің барлығының тарихына тоқталды. Оның біздің өміріміздегі орнын айқындап берді. Бірақ осының бәрін қамтығанына қарамай, қазақ антропонимиясының тарихы деген жоқ, қазақ есімдерінің тарихы деп алды. Осы тұрғыдан келген кезде антропоним терминінің дәрежесінде есім терминін қатар қойып, сол дәрежеге көтеруге мүмкіндік бар секілді көрінеді. Осыған байланысты осы кітап жарық көргеннен кейін неге қазақ есімдерінің тарихы, неге қазақ антропонимикасының тарихы емес деген сұрақ қойылған жоқ. Себебі есім деген сөзді бұл жерде антропоним деген терминнің орнына қолданып отыр. Бұл тұрғыдан алғанда есім сөзінің мағынасын антропоним терминмен теңестіруге мүмкіндік бар секілді. Қазір көзқарас тұрғысынан алғанда ол қиын секілді көрінгенмен, алдағы болашақта төл кірме болып жарыса қолданылып жүрген көптеген сөздердің бізділікке түсетіні анық. Тек оның қай тілге қарай бұрылатыны қазіргі анықтап алатын бағытымызға байланысты болып келеді екен. Енді осы жерде ілгерде бір антропоним жасам деген терминді атап кеттік. Антропоним жасам бұл антропонимия, яғни антропонимдік қордың толығуына тікелей ықпал ететін тілдік құбылыс болып табылады. Антропоним жасам қазақ тілінде түрлі белгілерімен көрінеді. Бұл термин сөз жасамның аясындағы термин. Термин жасам, топоним жасам деген сияқты терминдер бар. Осының қатарында антропоним жасам термині тұрады. Бұның антропоним жасамның бір ерекшелігін мынандай дыбыстық және морфологиялық тұрғыдан қарастыруға болады екен. Дыбыстық ерекшеліктері деген кезде, мысалы, нүсіп, жүсіп, дүсіп, түсіп деген есімдер бар. Екінші әлия, ғалия, қалия, әли, ғали, қали деген секілді есімдер бар. Осы есімдерге қарап отырсаңыз, мынау нүсіп, жүсіп, дүсіп, түсіп дегеніміз дыбыстық тұрғыдан өзгерген есімдер. Бұл есімдердің мағынасы ортақ. Юсуф деген
Юсуф деген Құраннан алынған есім, бірақ осының әртүрлі дыбыстық ерекшеліктеріне қарай, мағынасының ортақтығына қарамай, бір есімнің бір адамға қойылмайды. Мысалға, Нүсіп пен Жүсіп төртеуі төрт түрлі есім. Сол сияқты Әлия, Ғалия, Қалия, бұл да үш түрлі есім. Бірінің орнына Әлияны Ғалия немесе Қалия деп атамаймыз. Бұл жердегі ерекшелік дыбыстық қана өзгеріс, бір ғана дыбыстың өзгерісі түрлі есімге айналып кетуіне ықпал етіп отыр екен. Бұл дыбыстық ерекшеліктер болып табылады. Екіншіден, морфологиялық ерекшеліктері. Тілімізде кәкен, кәкім, кәкіш, кәкітай, мұқа, мұқан, мұқаш, мұқатай тағы басқа секілді есімдер бар. Бұларды құрамына қарай түбір мен қосымшалар деп жіктесек, түбірі кәк пен мұқ болады да, бағанағы ем, ен, үм, үш, тай, ан, аш дей бағанағы қосымшалары екіге жіктеледі. Сонда тілімізде қарасаңыз, кәк, мұқ дейтін ешқандай түбірлер жоқ. Бұл антропоним жасам барысында түбір сөздің қысқарып, оған еркелету, мәнді қосымшаның жалғануы арқылы жасалған кісі есімдері. Бұл кісі есімдері өзіндік жасалу жүйесіндегі ерекшелік болып табылады екен. Енді осындай ерекшелік сөз жасамның ішінде кісі есімдерінің жасалу нормасын жасалуының өзіндік жүйесін көрсетеді екен. Осыған байланысты антропоним жасам деген термин қалыптасқан. Бұл антропонимдердің, яғни кісі есімдерінің жасалуы бұл тек қазақ тілінде ғана бар. Орыс тілінде мұндай жасалымдар жоқ. Сондықтан орыс тілінде антропонимо образование деген термин жоқ. Бұл өзіміздің тілдік ерекшеліктерімізге байланысты европалық, яғни грек тілінен алынған антропоним сөзіне жасам сөзі қосылып, ілгеріде айтып кеткеніміздей, сөз жасам, термин жасам, топоним жасам деген сияқты, осы жасам деген сөз арқылы жасалған бір соңғы кездері қолданысқа еніп жүрген термин болып табылады екен. Енді кірме терминдерді қабылдап алғанмен, оның аясындағы ұғым түсініктер барынша қазақ тілінің заңдарына бейімделетін болса, жаһандану дәуірінде туған тілдің төл болмысын сақтап қалудың бір жолы осы болмақ дейміз. Қазір қазақ тіл біліміндегі терминдерді өз ішінде жүйелегенде тікелей қабылданған терминдер, аударылған терминдер және қосымша жалғау арқылы қазақыланған терминдер деп үш топқа бөліп қарастырады екенбіз. Осының ішінде өкінішке қарай Ахмет Байтұрсынұлы айтатын тілдің дыбыстық заңдарына бейімдеп қабылдау деген принцип ұсталмағанын көріп отырмыз. Бұл да өте бір маңызды принциптердің бірі болып табылады екен. Ал енді осы терминдерді жүйелей келген кезде тағы да Ахмет Байтұрсынның айтатын аударып алу, болмағанда туыстас тілдерден алу, ол болмаған кезде дыбыстық тұрғыдан тілдің заңдылықтарына сәйкес бейімдеп алу деген принциптерге тағы да айналып соғатынымыз анық екен.